назарларыңызға Абай Құнанбаевтың Ескендір поэмасынан үзіндін айтып берейін. Осы жұрт Ескендірді біле мекен, Македония шаһары оған мекен. Филипп патша баласы ер көңілді, мақтан сүйгіш қызғаншақ адам екен. Филипп өлді, Ескендір патша болды. Жасы әрен 21-ге толды. Өз жұрттың аз көрініп көршілерге, көз алартып қарады, оңды, солды. Сұмдықпен ғаскер жиып қаруланды, жақын жерге жау болды, тұра аттанды. Көп елді күтінбеген, қырды, жойды, ханды өлтіріп қаласын тартып алды. Жазасыз жақын жердің бәрін шапты, дарияның суындай қандар ақты. Шапқан елдің бәрінде бодан қылып, өкіметін қолына тартып апты. Ескендір елде алмаған хан қоймады, алған сайын көңілі бір тоймады. Араны барған сайын қатты ашылып, жердің жүзін алуға ой ойлады. Қан ішер қаһарлы хан ашу көп, атағынан қорқады жұрт қайғы жеп. Сол күнде қошеметші айтады екен, ханның ханы, патшаның патшасы деп. Атағы талай жерге оның жетті, жердің жүзін алуға талап етті. Есепсіз әскер ертіп жарақтанып, есіткен елдеріне жүріп кетті. Алдынан шыға алмады ешкім мұның, бәрінде алды қорқытты жолдағының. Жан шықпады алдынан тоқтауы жоқ, жер жүзін жеке белеп алмақшының.